Bubble tea ішетіндер өзі мына қара шариктерді қалай жасайтынын білесіздер ма? Ал жақын отырыңыздар, мен айтпасам кім айтады? Бірінші, именно маниока атты ағашты кесіп алады. Сыртын толықтай тазалап тастап, оны майдалап кашаға айналдырып алады. Кейін сол кашаны қайта тазалай беріп, крахмал бөліп шығарады. Крахмалдың өзін жақсылап кептіріп алып, кейін үстінен ыстық қайнап тұрған су құяды. Су құйылған соң ол қамырға айналады, кейін қамырды кішкентай бөліктерге бөліп шарик жасап шығарады. Қуасың ба, тапиока ақ емес қара ғой дейтін шығарсыздар. Иә, сондай, бірақ крахмалға шекер қосылғаннан кейін ол уақыт өте келе қара түске айналып кетеді. Сонымен біз қазір жиі ішетін bubble tea'іміз пайда болады. Лично өзім өмірімде бір-ақ рет ішкем осы bubble tea'ді, вообще ұнамаған. Содан кейін ішкен жоқпын. Ал сіздерге ше ұнай ма? Көп ішіп тұрасыздар ма? Нормально ма?